Наконец-то кезек балконға келді. Бұл киімдерді жинайын деп жүргеніме 1 жыл болған шығар. Киетіні бар, кимейтіні бар, лақтыратын лақтырып тастайын дедім, беретінім беріп тастайын деп. Мына шартты лақтырам десем, жолдасым керек лақтырма дейді. Сосын мына шалбар маған ренжімейтін шығар, давай лақтыра салайын деп жатырмын. Мына рубашканы киюім айтам, есінде ме? Алғаш кездескен кездегі рубашка ғой десем, я есімде деп қояды. Бұны лақтырмай сақтап қойық, балаларымызға кейін өскенде көрсем, қоя берші дейді. Мына шалбарды мен іздеп жүргеніме қанша болды? Неге тығып қоясың дейді. Мына көйлекті айтам, аяғым ауыр кезде кигем, тұра берсін. Мына спортивкада қанша болды? Бұны да біреуге бере сал көрек деп, бірақ қазір кімге бересің? Кімнің киімін киеді деймін да. Енді барық кезде кигеміз ғой, бұл көйлектер сыймайды, бір жана қойып қойын ба, азам ғой деп қоямын. Мына шалбарда маған ренжімейтін шығар деп әйтеуір бәрін лақтырып жатырмын. Сосын мына көйлекті де кезінде хит еді ғой деп қоямын, бұны да лақтыра салайын деп, соны біраз киімдерімді реттестірдім. Сонымен балконнан тағы да біраз аяқ киім тауып алдым. Бойдақ кезде аяқтан каблук түспейтін ғой, үнемі сенесіздер ме? Каблуктарға қарайтын мүлдем желание жоқ, сонымен барлығын лақтырып тастайын дедім. Аяғым кішкентай болғандықтан сіңілдеріме ешкімге сыймайды ғой. Сен киімдерді, аяқ киімдерді біреуге бересіздер ме, әлде лақтырып тастайсыздар ма? Содан кейін барлығын жинастырып, әйтеуір қалған киімдердің өзіне бір сумка қайтадан шықты ғой. Күйеуім немене барлығын лақтыр дедім ғой деп ұрсып жатыр. Әйтеуір қалдырған. Мынау керек болып қалады, мынау керек болады деп кейде қимайтындар да болады. Балалардың да киімдері бар, негізі келмей қалған киімдерін негізі отқа жағып тастаймын. Негізі сол дұрыс деп ойлаймын. Сіздер де солай ойлайсыздар ма?